Hi everyone, бүгін біз present continuous өтеміз. Present continuous. Present осы шақ, continuous созылыңқы, яғни нақ осы шақ, дәл қазір болып жатқан іс-әрекет. Now, at the moment көмекші сөздері. At the moment, Alice is riding her bike. Дәл қазір Алиса велосипед теуіп бара жатыр. Мысалында дәл қазір болып жатқан іс-әрекет. Мен не істеп жатырмын? Мен сөйлеп жатырмын. Сіздер не істеп жатсыздар? Сіздер мені тыңдап отырсыздар, яғни дәл қазіргі болып жатқан іс-әрекет. Формуласы verb to be, яғни present simple'дағы to be, am, is, are. Оған негізгі етістік жалға, негізгі етістікке ing жалғаймыз. Мысалы, Mark and his brother are playing football. Марк және оның ағасы футбол ойнап жатыр. Яғни дәл қазір ойнап жатыр деген сөз. Формуласына келетін болсақ, I am reading. Мен оқып жатырмын. You are reading. Сен оқып жатырсың. He, she, it та is болады. Өйткені олар жекеше түрде, міндетті түрде is болады. He дегеніміз ұлға, she қызға, it заттар мен жануарларға, She is dancing. Ол билеп жатыр. It is singing. Бұл өлең айтып жатыр. We are reading. Біз оқып жатырмыз. You are reading. Сендер оқып жатырсыңдар. They are reading. Олар оқып жатыр. Болымсыз сөйлемі not келеді. I'm not reading. Мен оқып жатқан жоқпын. You are not reading. Сен оқып жатырған жоқсың. He is not cooking. Ол тамақ істеп жатқан жоқ. She is not dancing. Ол билеп жатқан жоқ. It is not singing. Бұл өлең айтып жатқан жоқ. We are not reading. Біз кітап оқып жатқан жоқпыз. You are not cooking. Сендер тамақ істеп жатқан жоқсыңдар. They are not singing. Олар өлең айтып жатқан жоқ. Мұнда жақшаның ішінде қысқартпа түрі тұр, яғни I'm not дегенде am not, aren't, isn't деп қысқартуға болады. Сұраулы сөйлемде өте оңай, алдына to be шығып кетеді. Мысалында I am reading болса, am I reading болып, am алдына шығып кетеді. Am I painting? Мен сурет салып жатырмын ба? Жауап берген кезде Yes, I am. No, I'm not деп жауап береміз. Are you eating? Сен тамақ жеп жатырсың ба? Yes, I am. No, I'm not. Is he swimming? Ол жүзіп баратыр ма? Жүзіп жатыр ма дәл қазір? Yes, he is. Егер жүзіп жатыр десең. Егер жоқ, жүзіп жатқан жоқ десеңіздер, no, he isn't. Are we swimming? Біз жүзіп жатырмыз ба? No, we are not. Жоқ, біз жүзіп жатқан жоқпыз. Егер болса, yes, we are. Are they walking? Олар жүріп баратыр ма? Yes, they are. No, they aren't. Барлығы түсінікті деп ойлаймын. Келесі енді практикаға келетін болсақ, he is eating. Ол тамақ жеп жатыр. They are dancing. Олар билеп жатыр. She is singing. Ол өлең айтып жатыр. He is painting. Ол сурет салып жатыр. She is dancing. Ол билеп жатыр. Дәл қазір билеп жатыр. He is drinking. Ол дәл қазір су ішіп жатыр, мысалы. She is running. Ол жүгіріп бара жатыр. He is cooking. Ол тамақ істеп жатыр.